Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра. Қазақ нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Білгін келсе біздің жайды, содан сұра тек қана. Одан асқан жоқ шежіре, одан асқан жоқ дана. Қайырлы күн, құрметті өнер сүйген қауым. Қазақтың қара домбырасының үні күй өнері, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан ұлтымыздың рухани құндылығы. Қос шектің күмбірмен шанағынан сыр ақтарған домбыра тілі, ел өнерін жаһанға танытқан асыл әуен. Домбыра қазақ халқының ең кең тараған екі шекті, көп пернелі музыкалық аспабы. Домбыра қазақ халқының әрбір үйінде болуы міндетті және қажетті аспап болып есептелген. Шілденің бірінші жексенбісі ұлттық домбыра күні болып жарияланды. Жыл сайын атап өтілмек бұл мерекелік күннің ұлттық руханиятымызға қосар үлесі салмақты болмақ. Қазақ халқы домбыраны көне заманнан бері қуанышта да, қайғыда да бірдей қолданып келеді. Олар домбыраны сыңғырлаған үнімен халқымыздың тарихын, салт дәстүрін, мызғымас құндылықтарын жеткізген. Ал домбырада ойнау өнері мен күйлер ұрпақтан ұрпаққа аманат болып жалғасып отырған. Бүгін Топар кенті кітапханасы ұлттық домбыра күні қарсаңында көңіл толқын атты қазақ күйі сағатын назарларыңызға ұсынады. Көңіл толқыны ауыр қайғыдан туған күй. Белгілі күйші сазгер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Секен Тұрысбековтың көңіл толқыны күйін тыңдамаған жан кемде-кем. Кез келген адам шығарманың алғашқы әуенін естіген бойда толқындай тербеліп, тұла бойын еріксіз ырғалып кететінін сезбей де қалады. Көңіл толқыны нағыз шедевр шығарма. Секен ағам айтуы бойынша, бұл күй тағдыр тәлкегіне түскен кезде дүниеге келген. Көңіл толқыны 1985-87 жылдары туған. Секен аға 2 жасар Жанар және Анар атты қыздарынан табанасты айырылып қалған. Бірін көлік қағып кетсе, екіншісіне көз тиіп қайтыс болған. Қос бірдей баласын жер астына тапсырған Секен аға ауыр күйге түсіп, қатты тұйықталып кеткен. Жер бетіне сыймай, қайғы жамылған сәтте көңіл толқыны күйін өмірге әкеледі. Домбыраға деген қызығушылық әрі музыкалық аспаптың танымалдылығы ешқашанда тоқтаған емес. Бүгінде домбыраның құлағында ойнайтын жастар көп. Бұл қуантарлық жайт. Бұл дәстүрді сақтап, оны келесі ұрпаққа аманат етіп тапсыру біздің қолымыздан келеді. Келесі кездескенше сау саламат болыңыз.